Сәлем қыздар, қалайсыңдар? Қалай жағдайларың? Не істеп жатсыңдар? Не тамақ істедіңдер? Не тамақ істеймін деп ойланып отырмын. Менің проблемам сол. Папашкам туған күніне не істейтін болдық сонымен? Не алатын болдық, қыздар? Қалайсың, Гүлі? Қалай жағдайың? Жақсысың ба, жаным? Тамақ істеген жоқсыз, білмеймін. Бала-шағам бәрі суши дей ма бірдеңені алдырған. Соны жеп отырмын. Я палау емес, я салат емес, бірдеңе әйтеуір. Нәбір беріп қойды, я жиям. Алып кел жана шайыңды алып келсей. Түйіліп өлетін болдық қой, қасқай. Жаңағы папама әдемі тон бар. Турецкий күшті тон бар жағасымен, бөркімен. Соны алып отырмын. Өзім тамақ істеуге еріндесін я дей салған ғой, қасқай. Қалайсыңдар, қыздар? Айттық қой. Күміс тағамыз деп, күміс перістен алдым. Күміс пайдалы негізі. Ләйла, бетіне қарамай алып атқан, кім батын алып атқан шығарсың сен? Мейлі енді, ала бер, қаншадан жинаймыз оған? Қасқай, ақшам жете ма, жетпей ма? Ала бер енді, ала бер, берем. Ой, қасқа, әкеміз жарқырап тағып жүрсінші бір, қыздарымның алып бергенін деп. Қаншадан болса да берем. Соған жеткізем, басқа. Капец, қыздар, ол перстендерімді тақпайды да, папашка білесіңдер ғой, көкпем қысылып кетті дейді, тастай салады әр жерге бір. Қыздар, давайте мінгізген тұлпарымыз деп ақшалай жинап берейік та. Машина? Ой, қасқай, машинаға жинайтын ақшам жоқ менің. Мақау қандай машина? Ат айтып жатыр, жыл қалып берейік деп. Ол ақшалай бермеміз, Гүлей. Ақшалай жұмсап жібереді. Мамам папамды білем ғой мен, үйдің бірдеңесіне кіргізіп жібереді. Өздеріне жұмсамайды. Жылқы да алмайды, ат та алмайды. Машинаны бердім ғой, алдыңғы жылы машина мінгіздім. Рахатын Марат көрді. Ақшалай да бермейміз. Сыйлық аламыз өзіне, папашканың. Зәмза, құдай көкем, қалайсыңдар? Гүлей? Ой, көкем, сол жақсысыңдар ма? Құдағайлар қалай? Ана Сарагүл қалай? Жақсы отыр ма? Тәуір ма? Ей жаным, аман болыңдар, керейін деп атсыңдар ма? Құдай көкем сол. Ойбай, мама? Мына қыз неғып отыр? Сәлеметтік, мама? Ойбай, сіз неғып отырсыз біздің арамызда? Сіз былай неғысаңызшы бүйтіп, покинуть етіп кетсеңші, по секрету әңгімелеріміз бар ғой, мама? Ой, қасқай бәрін тыңдап отырсыз ғой сіз. Құдай көкем, неғыласын, атты неғыласын, шапанды неғылат, Құдай, өздеріңнің келгендерің подарка ғой, Құдай, жандарым-ау, аман есен ойнап, күліп, келсеңдер соның өзі подарка ал, Ой, қасқай, барамыз ғой енді, барамыз, Просто жинайтын ақша көбейіп кетті да, мама, мен кездесуге бара жатырмын ғой. Мақұл енді, аржанды папаның туған күн деп отырмын ғой енді. Зәмзау, көкем, ана ертең бастарың қосылып келгесін, ана үкімет қайнағаның үйіне сәлем беріп кіріп шығыңдар, сәлем беріп. Ана инструмент бала қайтыс болды ғой, соны білесіңдер ғой. Соған көңіл айтып, сәлем беріп кіріп шығыңдар, Ойбай, үкіметіңіз кім? Инструментіңіз кім? Совет көкемнің баласы ма, құрал? Ойбай, мама, біреуінің атын дұрыс айтпайсыз осы сіз ше? Тәттапамның аты Балдай екен ғой, Балдай. Ана герой қайнаға деп жүргеніңіздің аты Батыр. Ана Тәнәкөз апаң келін алды. Құлтай апаң немересін отырғызды. Көкем сол. Ана ағайынға сәлем беріп бірінші. Ана қуаныштарына ортақтасып, қайғысына көңіл айтып кіріп шығыңдар, айналайындар. Ойбай, мама, мен папам туған күнде сол үйге келеді ғой сол кісілер. Сол кезде бір айта салсақ болмайды ма? Ой, маңдайың ашылғыр, Зәмзау. Тұқымың өскірлер жас баламесіңдер ғой енді. Үйге келгенде айтқан бір басқа, шаңырағына сәлем беріп кіріп айтқан бір басқа. Көкем, біздің көзім тірісінде мынау айтып отқандарың. Ертең кетсек, сәпсімарласпай шығарсыңдар ағайынмен. Кіріп шығыңдар, сөзді көбейтпей, Енді барғаннан кейін құрғыл тағы бармайсың. Ой, қасқай. Құрғыл бармайсың, әйтеу үйіне әрқайсының үйіне бірдеңе алып барасың. Ана бала шауып шыға татамайын көрсетіп, оған көрімдік бересің. Ананың келініне көрімдік бересің. Ана қайтқанға малға жинасақ. Жинайтын ақша көбейіп кетті. Қысқаға қайсысына жеткіземін. Сәлем бердік, мама, қалайсыз, папам қалай? Уайымдамаңыз, ата-енем қорада бір малды атап отыр, барған кезде кіріп шығамыз деп. Ойбай, Гүлей, сендер қой алып барасыңдар ма? Жаным, сол сендердің қойларыңа ортақтасып бара берейін де мен. Ана балдар әкеңнің домбырасынша үйірмеге апарам деп жүріп сындырып қойған. Жарылып қалды. Сол күніге кешке дыңғырлатып отыратын еді. Соны анау қарап қояды, домбырасы сынғасын қарып бөліп отыр, ақыр аяғы. Домбыра тарталмай. Сол әкелеріңе домбыра ап беріңдер, одан домбырасын дұрыстап берші, Ләйла, көкем. Дыңғырлатып отыратын еді, күй тартып тыңдап отыратын еді. Ой, мама, неге бересіздер ол домбыраны? Папамның домбырасын неге бересіздер? Ол қымбат домбыра ғой.
Шебердің қолынан шыққан ағашы мықты домбыра ғой. Үйірмеге былайша домбырада бола беретін еді ғой. А давайте онда домбыра аламыз папашкаға. Ол домбыра сенің күмісіңнен қымбат, керек болса, оған вообще шамаларың жетпейді сендердің. Сосын қыздар бала шағаларыңды шұбыртып, алып келмеңдер үйге. Сындырып, қиратып, ешкі құсап төбеге мініп, шипанердің төбесі бар, жыртып, сызып кетеді. Еще бірдеңе десе көздерің аларып шығады. Ана үй біздің үйдің қыздарын, біздің үйдің балдарына тиісіп. 7 жасқа дейін вход запрещен, короче, қыздар. Айналайындар, осы 3-4 күннің ішінде бар емес па? Ана немерелеріңді тестірмей, бала шағаларыңды, байларыңды ауыртпай, өлтіріп алмай. Абайлап отырыңдаршы, айналайын, аман есен отырыңдаршы, тыныштықпен барып келейік осы. Қара шаңырақ, өзіңде өстім бір кезде бала шашылап. Қақпаңнан сенің арманмен шығып кетіп ем, қалдаға жол бұл, қиялға қала салып қақпаңнан сенің арманмен шығып кетіп ем, қалдаға жол бұл, қиялға қала салып